Ал бармысыздар бауырлар, кеш жарық болсын. Бүгін 20 қараша 2025 жыл. Енді құлдық туралы айтсақ деп едім да. Өйткені бізде соңғы 30 жылда бәрімізге құлсыңдар, құлсыңдар, құдайдың құлсыңдар, пәленнің құлсыңдар, түгеннің құлсыңдар. Арабша бір құдайдың аттарын қойып соған құл боласыңдар деп сау адамды құл қылып жіберіп жатыр да. Кәдімгі сап сау болып жүрген адамды, енді былай да, мына елді жалпы билеп отырған адамдарға сол өте тиімді. Егер олар тікеден тіке айтса да, мынау елдегі адамдардың бәрі біздің құлымыз дейтін болса, ол біраз адамдардың намысына тиіп қалады да, сөйтіп ол кішкене дүрбелең шығарып жіберуі мүмкін. Сол нәрсені алдын алу үшін оларды бірінші дүниені жаратқан құдай деп құдайға құл қылып алады да, онан кейін енді сол құдайға бағынғандарының дәлелі ретінде бізге бағынасыңдар деп, сонда айналып келгенде құдайдың құлы болу арқылы сендер біздің құлымызсыңдар дегенге алып келеді. Бірақ енді оған барлығының бас жете бермейді. Сонымен әйтеуір кез келген адамның мысалы қалтасындағы ақшасын алу үшін кішкене біраз әңгімелерді айтып барып, сөйтіп барып алады ғой енді. Баяғы анау қарға мен түлкі дегендегі қарғаны да мақтап, сылап, сипап, көзің қандай әдемі, терің қандай әдемі, терің дей ма, қауырсыны дей ма, жаңағы аяқтарың қандай, бұлбұл сенің қасыңда қалып кетеді, сайрай алмайды ол деп қарғаны мақтап жатқан кезде қарға жаңа қарқ етіп аузындағы ірімшігі түсіп, ірімшігі жерге салп етіп, сөйтіп пайдаланып кетеді да. Сол сияқты сендерге де сендер менің құлымсың деп айтса, намысыңа тиіп қалады. Намысыңа тимеу үшін жаңағыдай кішкене мақтайды да. Бірінші әлемді жаратушы пәленше деген бар. Бәріміз соның құлымыз, бәріміз соның құлымыз дейді. Бірінші соны жегізіп алғаннан кейін, екінші кезекте осы елді басқарушылар бар. Сол басқарушының айтқанын істеу, соған бағыну керек дейді. Сонымен қалай дегенде бір жағадан бас шығару, бір жеңнен қол шығару, ода тұрған ештеңе жоқ. Ол онсыз тірлік болмайды, бірліксіз тірлік болмайды. Бір адамға құты қонады, сол тәңірдің құты қонған деп, оны тәңір құттар деп, баяғы хан, қахандарды сөйтіп атаған ғой, тәңірдің құты деп. Ол жағында ешқандай әңгіме жоқ. Бірақ сау жүрген адамды құл қылу арқылы, оларды зомбилық арқылы басқару, бұл өте үлкен қателікке алып соғатын дүние. Енді сонымен біз кімнің құлымыз? Біз намысымыздың құлымыз ғой. Мен деген тақуа деген, мен деген адамның өзіне намысына тиетін болсаң атылып шығады. Тіпті адам тұрмақ жануардың намысына тиетін болсаң ол да атылып шығады да. Сол сияқты адамдар айта береді, мен құдайдың анаусымен жүрем, мен құдайдың әмірімен жүрем, құдайдың әміріне бағынам дейді да. Бірақ шынтуайтына келіп намысына тиетін нәрсе дүние орын алатын жағдайда ол анау бұйрық, қағида, шариғат, басқа оның бәрі жайына қалып кетеді ғой. Бірінші кезекке намыс шығып кетеді да. Содан аталарымыз айтып кеткен, қоянды қамыс, жігітті намыс өлтіреді деген. Сондықтан егер сендерге кімде-кім құдайға құлсыңдар десе, сендер айтыңдар, сен өзің құл бола бер сөйтіп. Мен де құлмын, бірақ мен намысымның құлымын. Менің намысым мені қалай жетелейді? Ал енді бұл намыс деген нәрсе, бұл біз өзі ат сияқтымыз ғой, жылқы сияқтымыз. Әруақ біздің ерттеп мінген үстіміздегі бізді билеуші. Ал енді намыс деген осы мынау жүгені мен қамшысы ғой. Жүгенді қалай қарай бұрып, қалай қамшыласа, біз солай қарай шаба береміз да. Сондықтан кімнің құлысың дейтін болса, намысымның құлымын дейіңдер. Міне осы тура жол, атадан қалған ата мұра деуге болады. Ал амандық болсын достар. Амандықта жүздескенше.